Екінші бөлім. Күндер зулап өте берді. Қатарымнан бөлек, құрбыларымнан да айырыла бастадым. Себебі түрмеден кеше ғана келсем де, жарты жылда аяғыма нық көтеріп алдым. Былайша айтқанда, сан солоным үлкейіп, бизнесім өрге домалап бара берді. Алайда, соңғы кездері жалғыздығым жаныма батты. Пенде болған соң жан-жағыңа қарайсың ғой, қатарыңның бәрі тұрмысқа кетіп болған, бәрінің бала-шағалары бар. Сонан соң олар менімен аралақанды қойып сап тиылды. Сөйтсем, менімен араласуға олардың байлары қарсы екен. 3 бірдей жігітті өлтірген қызбен араласпайсыңдар дейді екен. Сонда олар үшін мен ғана кінәлі болып тұрмын ғой. Оның үстіне бәрі бір-бірін таниды. Мысалға, сол жігіттің бірі менің құрбымның туған нағашысы екен. Мұндайда олар үшін қашанда мен кінәлімін. Ал оларға бірінен кейін бірінің жабылып зорлағаны түк емес екен. Қазақта құнажын көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді деген сөз бар, мыс. Ішіп отырған жігіттердің үстіне өзі барыпты деп соқты. Өзіне де сол керек болған деп тағы қарғады. Ең сорақысы, анау коллегасымен жатып жүрген екен. Соның көзінше басқа жігітпен жатып ұсталып қалыпты. Барлық сұмдық сонан басталыпты деген өсектерді де естідім. Құдай-ау, тілде сүйек жоқ дегені осы екен. Міне, осының бәрін көтере жүру маған оңайға соқпады. Сол үшін де өзімнен өзім шет қалып бара бердім. Шыны керек, жігіт көрсем жек көріп кететінмін. Өйткені жігіттердің бәрі сондай деп ойласам керек. Қысқасы, түрмеден кейінгі өмірім жалғыздық басталды. Бір күні үйде отырсам, бір клиентім қоңырау соғып, 8 наурызға бірге отырсақ дейді. Жоқ, рахмет деп шошып кеттім. Неге? Құрбым екеуміз ғана отырамыз, мерекеміз ғой дейді. Бұл қызды 1 жылдан бері танимын. Салоныма келіп шаш қидырып жүретін. Содан екеуміз жас шамалас болған соң араласып кеттік. Жіті қатынасып барып келмесе де қоңырау соғып хал сұрасып тұратынбыз. Соңғы 1 жылда сөйлесіп жүрген қызым осы ғана еді. Жалына берген соң сөзін қимай барсам барайын дедім. Содан жеке кабинкада әңгіме айтып отырсақ, үстімізге бір жігіт кіріп келді. Танысып қой, Мәлкен деген ағам болады дейді құрбым. Басында тұрақ қашқым келген, бірақ әлгі жігіттің жылы шырайы мен салмақты сөзі сол райымнан қайтарып тастады. Жасым 27-де шетелде оқыдым дейді. Негізі мұның бәрін әлгі құрбым ұйымдастырғанын білемін. Біреудің біреу бақытына себепші болса жақсы емес пе? Енді менің осы жігітпен өмірім басталды. Күнде хабарласып хал сұрайды, кішігірім сыйлықтар жасайды. Әйтеуір жиі көңіл бөліп келіп тұрады. Айтқандай, баяғы құрбым ештеңе білмеймін деп ат-тонын ала қашты. Мен сол күні кешігіп бардым. Сөйтсем, осындай сұмдық жағдай болыпты. Көзім ештеңе көрген жоқ, ештеңе білмеймін. Өйткені мен 1 сағаттай кешігіп бардым деп полицияға жазып беріпті. Оның бармағанын қайдам соңына түсіп сұраған мен жоқпын. Өзім сол кезде шок боп жатқанмын. Бірақ олар соны әдейі ұйымдастырғанына күмәнім жоқ. Ал коллегам өліп кетті. Оны өз қолмен бауыздап салғанмын. Айттым ғой, бәрін бастаған сол еді. Содан бір күні әлгі жігіт құрбым екеумізді қонаққа шақырды. Бармаймын десем болмады. Оның үстіне құрбым да қолға салып қоймады. Екеуміз қаланың қақ ортасындағы кафеге бардық. Әңгіме айттық, іштік, жедік, биледік дегендей жастарға тән қылықтар болды. Екеуміз қыдырайық дейді жігіт. Жоқ, мен үйге қайтуым керек деп қаша жөнелдім. Ұнайды маған бір еркектей ұнап жүрген жігіт. Жеке қалып сөйлесе ме десем, қашып кетіпсің ғой, дейді құрбым ертесіне. Менің жағдайымды білесің ғой, жігіттерден қорқып қалғанмын дедім. Я, түсінемін ғой, бірақ сен ол оқиғаны оған айтпа құрбым, жарай ма дейді. Оқиғаны деп баяғы қырғынды айтып тұр. Сол 3 жігіттің қаны менің мойнымда. Сол қанды қырғынды ұмытқым келеді. Есіме түсе елегізіп қорқамын ғой. Жоқ, мен оны ешкімге айтпаймын құрбын десем.
Иә, айтпа, мына жігітке ауыз ашпа, ол жайлы бұл менің нағашы ағам өте жақсы жігіт дейді. Сонымен не керек, сөйтіп жүріп арадан 3 ай тағы да өтті. Күлім деген көктем келді. Мына жігітпен арамыз жақындай түсті. Екеуміздің арамызда кәдімгідей махаббат басталды. Өзім де ойланып жүргенмін. Астымда көлігім, басымда үйім, және де 2 салонда бизнесім бар. Енді бір жақсы жігіт болса, өткеннің бәрін ұмытсам. Құдай менің бағымда ашы дейтінмін. Әне, сол бағымның ашылуына аз қалды. Тіпті әнеуір бір қол сөзім жерде тұрғандай, енді бір ұмтылсам жетіп қолыма қонатындай көрінетін. Жалғасы бар.